Ассаламу алейкум, құрметлі Бозатау районы тұрғынлары, ханималары. Мен Бозатау районы ішкі істер бөлім басшылығы полковник Курбанбаева Умида Тұрсынбаевна. Қадырдан ұстазларымызды, ұлыма халықлық 1 октябрь мұғалімдер һәм ұстазлар күні байрамы менен Бозатау районы ішкі істер бөлім қызметкерлері атынан шын жүректен құттықтаймын. Халқымыздың перзентлеріне тәлім тәрбие берудегі машақатлы жұмыстарыңызға тасқын табыстар тілеймін. Бүгінгі күнде мемлекетімізде низамшылықты бекемлеу, бұқаралар қауіпсіздігін тәмелеу, жинаятшылық һәм құқықбұзушылықтардың алдын алу бойынша кең көлемді реформалар әмелге асырып келінбекте. Район аймағында бірқатар нәтижелі жұмыстар алып баруына қарамастан, айрым түрдегі жинаятлар өсіп, криминоген жағдайға тәсір тигізіп жатыр. Бұны анализдеп қарағанымызда жүз берген жинаятлар бұқараларымыздың сергектігінің жоқлығы, мал мүлкіне ітібарсыздығы, көп жағдайларда алдаушылар тұзағына түсіп қалу ұшыраспақта. Осыларды ынабатқа алған халда районымызда криминоген жағдай тұрақластыру бойынша құрметлі президентіміз тарапынан 2025 жыл 3 январь күні республика махаллелерінде қауіпсіздік орталық жарату, һәм құқықбұзушылықтардың ерте алдын алу системасы нәтижелігін және де асыру бойынша шара илажлар хақында ПК 1 санлы қарары менен махаллелерде қауіпсіздік орталықты жарату, һәм құқықбұзушылықтардың алдын алу жаңа системасы жаратылып, район аймағында жинаятшылықтың алдын алу бойынша бірқатар жұмыстар әмелге асырылып, район аймағындағы шаңырақлар толық үйреніп шығылып, тиесілі жұмыстар әмелге асырып келінбекте. Республикамыз бойлап өткеріліп атырылған ахметлі 20 күнлік илажы давамында алып барылып атырған профилактик жұмыстар нәтижесінде осы жылдың 9 ай давамында жинаят һәм құқықбұзушылықтардың алдын алу мақсатында 732 құқықбұзарлар ісленген шақсылар анықланды. Сондан Өзбекстан Республикасы хакімшілік жауапкершілік хақында кодексінде көрсетілген құқықбұзарлық істеген 147 шақсыларға низамды тәсір шаралар көру үшін тергеу судына жіберілді. Суд тарапынан 44 шақсқа хакімшілік қамақ, 81 шақсқа жарима жазасы, 22 шақсқа ескертулер берілді. 545 құқықбұзарлықтарға профилактика инспекторлар тарапынан жарималар қолданылды. Спиртлі ішімлік ішушілікке берілген 2 шақс мәжбүри, 18 шақс ықтияри тәрізде, 23 рухи науқаслығы бар шақсылар емленуге жатқарылды. Зорлық һәм басымға ұшыраған 52 хаял қызларымызға қорғану ордерлер берілді. Құрметлі бұқаралар, бүгінгі күнде кибер жинаятшылық бүткіл дүнияда глобал машқалаға айланып бармақта. Миллионлап инсанлар кибер жинаятшылардың торына түсіп, көп мағдарда материалдық зиян көрген жағдайлар көплеп ұшыраспақта. Хабар технологиялары тарауы рауажланып барған сайын, бұндан ғарезлі мақсатта пайдаланушыларды көбейіп кетпекте. Бүгінгі күнде районымыз аймағында жүз беріп атырған жинаятлар арасында интернет һәм компьютер технологияларымен байланысты жинаятлар салмағы асып бармақта. Кейінгі уақытлары кибер жинаятлар тарапынан АПК көріністегі әр түрлі форматтағы вируслы файлар арқылы хабар жіберіліп, пластик картадағы пулларды өзлестіру республика һәм район көлемінде көплеп ұшыраспақта. Сондықтан бұндай келген вируслы файларды ашпауыңызды, егерде файлды ашып қойған жағдайда пластик картаңызды дархал интернет тармақларынан ажыратып, банк қызметкерлеріне хабарласуыңызды сұраймыз. 2025 жыл 9 ай давамында районымыз аймағында кибер жинаятлармен байланысты болған 6 жинаят іс қозғатылған болса, бұл жинаят істер шеңберінде бұқараларға тиесілі болған 31 миллион 514 миллион сом пуллары алдаушылар тарапынан өзлестірілген. Және бір айта кететін нәрсе, соңғы уақытлары республикамыз аймағында мопед һәм скутерлермен байланысты жол транспортлар хадиселер көплеп ұшырасып тұрғанлығы себеплі Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетінің 2025 жыл 12 апрель күнгі 224 санлы қарарына тикар 1 октябрьден басылап мопед һәм скутерлерді А тайпадағы айдаушылық гуалығына ие болулары һәм мемлекеттік тізімнен өткеріп номер алып басқару белгіленген. Соңлықтан бұқараларды осы қарар талапларына әмел етуіңіз сұраймыз. Құрметлі бұқаралар, жоғарыда көрсетілген илажлардың нәтижелігін асыру, аймағымыздың қауіпсіздігін тәмелеу, жинаятшылықтың алдын алу барысында сіздерден сергектілігіңіз, бұқаралық мінетіңіз ахметке ие. Егер сіз атрапыңызда гуманлы әрекетлерге бейпарқ болмасаңыз, құқықбұзушылықтардың алдын алуға бел байласаңыз, бәріміз үшін тыныш аймақты жаратуға үлкен үлес қосқан болар едіңіз. Құрметлі районымыз тұрғындары, біз ішкі істер қызметкерлер әрдайым сіздермен ашық сәубетлесуге, ұсыныс һәм мұражатларыңызды естуге, мәслихат беруге бархаман таярмыз. Районымыз тыныштығын һәм қауіпсіздігін сақлау жолында барша күш-жігерімізді жұмсаймыз. Ітібарларыңыз үшін рахмет.